Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about the past tense of to be. Let's get started. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымызда to be көмекші етістігінің өткен шақ формуласымен танысамыз. The past tense of to be in English has two forms, was and were. To be көмекші етістігінің өткен шақ формуласы was and were көмекші етістіктері арқылы жасалынады. Яғни to be көмекші етістігі қазақ тіліне аударылғанда бар болу деп аударылатын болса, was and were көмекші етістіктері болды деп аударылады. Яғни өткен шақта жасалынып қойған, өткен шақта болып кеткен іс-әрекетті айтады. Was көмекші етістігін біз жекеше түрдегі зат есімдерінің алдына қолданатын болсақ, were көмекші етістігін біз көпше түрдегі зат есімдерінің алдына қолданамыз. Сондай-ақ I, he, she, it, яғни бірінші жақ, үшінші жақ зат есімдерінен кейін біз was көмекші етістігін қолданамыз. Ал we, you, they екінші жақ көпше түрдегі зат есімдерінен кейін біз were көмекші етістігін қолданамыз. Мысал үшін, I am a student. Мен студентпін деп аударылады, қазіргі шақта present simple'да. Ал енді мен студент болғанмын деп айту үшін біз am-нің орнына was көмекші етістігін қолданамыз. Яғни I was a student. Мен студент болғанмын. Және де you were at home. Сен үйде болдың. Болып қойған жүз әрекетті білдіреді. They were friends. Олар дос болған. Яғни бұрында олар дос болған. It was a big house. Ол үлкен үй болған. Мысал үшін, last year she was 22. So she is 23 now. Яғни, өткен жылы ол 22 жаста болған, ал қазір ол 23 жаста. Яғни, was, were-ні біз өткен шақта қолданамыз. The negative of to be can be made by adding not after the verb. Яғни, негативный, болымсыз сөйлемдердің жасалуын формуласында біз not етістігін to be көмекші етістігінен кейін қолданамыз. Яғни, was, were-ден кейін not'ты қолданамыз. Мысал үшін, I was not tired. Мен шаршап тұрған жоқ едім. You were not at home. Сен үйде болған жоқ едің. Үйде болған жоқсың. It wasn't very small. Ол өте кішкентай болған жоқ. Және де were not қысқартылған түрінде weren't деп айтамыз. Was not қысқартылған түрінде wasn't деп айтамыз. Yesterday the weather wasn't nice. Кеше ауа райы тамаша болған жоқ. Түсінікті ғой. To create questions with to be, you put the verb before the subject. Ал енді сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлем жасау үшін біз verbті, яғни to be көмекші етістігін was, were-ні зат есімнің алдына шығарамыз. Мысал үшін, болымды сөйлемде you were happy деп аударатын болсақ, яғни you бізде subject, were verb, зат етістік. Ал енді осыны сұраулы сөйлемге аударатын болсақ, бірінші verb, одан кейін барып subject айтамыз. Яғни were you happy? Сен бақытты болдың ба? Was I late? Мен кешіктім бе? Was it small? Ол кішкентай болды ма? Ал енді were you at home at 19 o'clock? Сен сағат 9-да үйде болдың ба? No, I was at work. Жоқ, мен жұмыста болдым. Достар, осымен біздің to be көмекші етістігінің өткен шақ формуласы туралы сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, бізбен бірге өз ағылшын деңгейіңізді әрмен қарай дамытыңыз. Қош, сау болыңыздар.